Баршаларыңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз алма қосылған штрудель дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге 3 алма, 1 дайын қатпарлы нан 500 грамм, 100 грамм қант, сары май және 1 жұмыртқа қажет болады. Алдымен алмамызды 4 бұрышты етіп турап аламыз. Салмасына кез келген зат қоссаңыздар болады. Енді қызып тұрған табамызға алмамызды саламыз. Бетіне қантымызды қосып шығамыз. Баяу отта алмамызды әбден суы тартылғанша қуыратын боламыз. Келесі кезекте дайын нанымызды алып, 4 бұрышты етіп, жайып шығамыз. Қатты жұқа да, қатты қалың қып та жаймаңыздар. Орташа қып жайсаңыздар жақсы болады. Дайын салмамызды нанымызға салып шығамыз, біркелкі етіп. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Енді рулет қылдырып орап шығатын боламыз. Өте дәмді болып шығады. Үйлеріңізге аяқ асты қонақ келген жағдайда тез-тез шайға дайындап жіберсеңіздер. Жұмыртқамызды біркелкі қылып жағып шығатын боламыз рулетімізге. Енді бетін сәл кесіп шығамыз. Дайын болған рулетімізді 200 градус қызып тұрған пеште 25-30 минут дайындаймыз. Мінекей осындай әдемі штрудель бізде дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.